Қаланың ушуы мен қым-қуыт тіршілігінен жалыққанда, миыңды тынықтырып, жаныңды тазалағың келетін кездер әр адамда болады. Ондай кезде тып-тыныш, жалғыз өзің көз көрмес, құлақ естімес жаққа кетіп қалғың келеді. Бірақ ол мүмкін емес екенін ұғасың да, басқа жолын есіңе түсіресің. Сол кезде бірақ таңдау тұрады. Ол театр. Адамзат баласының басым көпшілігінің ең алғаш тамашалаған қойылымы балалар мен жасөспірімдер театрында орын алатыны белгілі. Қойылымды көріп, театрға бір табан жақын болу үшін осы кезде актерлердің атқаратын үлесі зор. Людмила осы театр саласына өз өмірін арнаған жан. Ол театр әртісі болам деп 16 жасында шешім қабылдаған. Первый раз, наверное, я задумалась о театре, это было мне лет 10-11. Мен актер болуды бала кезімнен бастап армандаған болатынмын. Кішкентай кезімде қуыршақтармен спектакль ойындарын ойнап, өзімді театр маманы сезінетінмін. Бәлкім соның әсері болар, қазірде сахнада өнер көрсетіп жүргенім. Өз мамандығымды қатты жақсы көремін. Өмірде менің осы мамандық иесі атануыма көптеген кедергілер болды. Бірақ мен өзімнің нені қалайтынымды нақты білдім және осыған қол жеткіздім деп ойлаймын. Менің жұмысымның бір ерекшелігі бар. Мен бүлдіршіндер үшін жұмыс жасаймын. Мақсатым өз кейіпкерімді оларға түсінікті етіп ұғындыру, балғындарды басқа әлемге саяхатқа шақыру. Бүлдіршіндердің көңілінен шығып, сүйікті әртісі болу кез келген жанның қолынан келе бермейтін дүние. 17 жылға жуық осы салада өнер көрсетіп жүрген Людмила үшін әр қойылым мен өзі сомдайтын кейіпкердің орны ерекше. Алғаш өз еңбек өтілін әйелдер гимназиясында бастаған ол театр саласына қайтып оралуға үнемі асыққанын, сахнаны, өнерді қатты сағынғанын айтады. Я работала в женской гимназии. Там была такая должность учитель основ театрального искусства. Мен әйелдер гимназиясында жұмыс істедім. Ол жерде 1-ші сынып, 10-ші сынып аралығында оқитын балаларға театр саласына қатысты түсіндірме жұмыстарын жүргізумен айналысатынмын. Гимназияда жұмыс істеген уақытымда театрды қатты сағындым, сахнаны, көрермендерді сағындым. Біраз уақыт қайтып оралуға мүмкіндік болмады. Бірақ кедергілерге қарамастан 2002 жылы осы балалар мен жасөспірімдер театрына қайтып оралдым. Людмила тек кейіпкер рөлін сомдап, өздері көрінбей тасада қала беретін, әртістердің еңбегін халыққа көрсететін, олардың ары қарай шабыттануына мүмкіндік жасайтын бағдарламалар көп болса дейді. Знаете, это у нас город небольшой, но Сіз білесіз бе, біздің қала кішкентай болса да, небір мықты тұлғалар бар. Осындай шағын қалада тұрып, оларды білмей қалу өкініш шығар. Тұрғындары өздерінің кіммен жерлес болғанын білу қажет деп ойлаймын. Біздің еңбегімізді түсіну үшін, олардың алдына әр шыққан сайын қобалжитынымызды сезіну үшін мұндай бағдарламалар ауадай қажет. Театрдың өсіп өркендеуі мен кәсіптік деңгейінің көтерілуінде әртістердің атқарар үлесі зор. Шаһарымыздағы балалар мен жасөспірімдер театрының бүгінге дейін жеткен жетістіктері шығармашылық ұжымның еңбегі. Бүгінде сахнагерлердің шеберлігінің арқасында өнерсүйер қауым қарасы жыл сайын артып келеді.